Достар, қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Егер де сіз ойыңызды, өміріңізді, көзқарастарыңызды бір 20% қана өзгерткіңіз келсе, иә? Және де қарызда, кредитте, депрессия, стрессте жүрген болсаңыз, міндетті түрде дәл осы видеоны көріңіз және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Себебі алдағы уақытта өте пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Ал достар, қараңыздар, өзгеріске алғашқы қадамды қалай бастайын дейді. Көп қыз-келіншектер жалпы өзгергісі келеді. Бірақ сіздер мынаны шатастырып алмаңыздар. Жалпы өзгеру деген не ол? Өзгеру деген шашты жайып алып, каблукты киіп алып, салонға барып, және де жаңағы инстаграмға шығып, немесе тиктокқа шығып, тренд түсіріп, билеп қуып кету емес. Өзгеріс деген ол сенің ішкі жаныңмен, өзіңді қалай бар солай қабылдауыңмен, және де бұрынғы өміріңе қарағанда қазіргі өміріңе бақыт алып келетін өмірге жасайтын сенің алғашқы қадамың деп айтар едім. Жалпы көп адамдар өзгеру десе қорқады. Қорқады да, өзгеру дегеннен қорқады. Бірақ мен сіздерге айтайын, жалпы өзгеру үшін сізге біреу дәл қазір миллион теңге ақша беремін десе, сіз соны жасайтын едіңіз. Себебі адамдар соған қалыптасып қалған. Негізінде өзгеру деген ол тегін дүние ғой, иә? Қараңыздар, қалай өзгересің? Мысалы, сенде артық салмақ бар. Сен бұрын қыз кезінде қандай едің? Әдемі, фигурный, сұлу едің. Бірақ қазіргі уақытта тұрмысқа шығып, артық салмақ қостың. Айнаға қарасаң, өзіңе өзің ұнамайсың, түрің ұнамайды, жасап жатқан жұмысың ұнамайды, отбасыдағы ата-енең ұнамайды, бала-шағаң ұнамайды, тіпті жолдасың ұнамайды, иә? Сондай отбасылар өте көп. Мен сіздерге айтайын, мен күнделікті 2-3 қызбен аз дегенде кездесу жасаған барысында, сөйлесу барысында көпшіліктің айтатын сөзі, жолдасым қарсы, жолдасым қолдамайды, жолдасым боғау сөз айтады, және де ата-енем осындай, жалпы деген сияқты стрессте жүрген, депрессияда жүрген қыздар өте көп. Енді жалпы айтайыншы, мысалы 100% адам болса, соның ішінде бір 2-3% ғана адам өзінің өміріне көңілі толады, және де өзінің отбасын жақсы көреді, жолдасын жақсы көреді, жасап жатқан, қазіргі өтіп жатқан күніне разы. Түсінем, қыздар, өзгеру қиын. Мысалы, ойлашы, сен тұрмысқа шықтың, иә? Тұрмысқа шықтың да, мысалы, бір істі бастайын десең, жолдасың қарсы, қолдамайды. Енді бір істі жасайын десең, үйдің жұмысы, бала-шаға, мына жақта ата-енең, жұрттың сөзі деген сияқты. Мысалы, әйел кісінің өмірі негізі, әйелдің тағдыры өте қиын ғой. Неге десең, еркектің басында, мысалы, бастық жоқ та, әйелдің басында 100 бастығы бар. Ата-енесі бастық, қайнағасы бастық, абысыны бастық, үйіндегі бала-шағасы бастық, жолдасы бастық. Барлығы осы әйелге бастық. Яғни анан жаса, мынан жаса деп, яғни әйелге бүкіл жауапкершілікті беріп қойған. Мысалы, айта берсең өте көп. Енді қараңыздар, қыздар, қалай өзгересің? Ол өте қиын дүние. Өзгеру деген, маған көп қыздар айтады да, жаңа оқырмандарым да айтады, өзгерейін деп бастайын десем, бір күн, 2 күн бастайын, қайттан сол қалпыма түсіп қала берем. 1-2 күн жасаймын да, сол жолдасыммен қайттан солай ұрсып қалам. Немесе сол отбасымда береке болмайды, не істеймін дейді. Немесе бір кәсіп бастайын десе, 1-2 күн жүрем да, қайттан тастап кетем. Мысалы, инстаграмда блог жүргізейін десең, 1-2 күн активный болады да, қайттан тастап кетем. Не істеймін жалпы деген сұрақтар өте көп, қыздар. Жалпы, қыздар, қараңыздар енді. Жалпы өзгерісті мен сіздерге айтайын. Жалпы 2019 жылы менде осындай стресс, депрессияда жүрген кезім. Мен ешқашан ол жылды, ол күндерді ұмытпаймын. Неге? Себебі мен Мереке компаниясына жұмыс жасадым да, сол жерде продукцияларды сатам деп, мен елдерге товарларды қарызға берем. Сол ақшаны жинай алмай қалғанның арқасында мен бір 800 мыңдай қарызға кіріп кетем. Бірақ енді ол кредит алам, бұл кезде менің артымда кредит алам. Бірақ оны мен жолдасым білмейді. Білсеңіздер, 800 мың теңгенің ай сайынғы төлем ақысы бір 40-50 мың теңге шығар, 30-40 мың шығар. Солай шығады. Солай жүрген кезде оны қалай төлеймін, жүрдім, жұмыс жасаймын. Ол кезде мен аптекада медбике болып жұмыс жасаймын. Ол кезде менің айлығым 50 мың теңге болатын. 40 мың теңге кредитім бар, Енді 50 мың теңге айлық алып, 40 мың кредит алып, үйге 10 мың теңге алып бара алмайсың ғой. Солайша жүрген кезде мен енді қалай стресс, депрессиядан шығам? Қалай? Мен қарыздан шығам деп, менің ойым бәрі қарыз кредит бола берді ғой. Қарашы, әйел кісінің, мен сіздерге айтайын, жүрек тыныш болмаса әйелдің,
отбасыдағы баласына, жолдасына ол жақсы көңіл бөле алмайды. Қашан әйелдің жүрегі тыныш болады? Иә, әйелдің жүрегі тыныш болған кезде отбасыда керемет бақыт, гармония орнайды. Енді қараңыз, осылай қарызға батып кеттім. Не істеймін деп жүргенде, сенсеңіздер, мен не істедім? Алғаш рет мен әлі есімде Айнұр Тұрсынбаеваның 3000 теңгелік курсына барғам. Сол кезде мен біраз мотивация алдым, сабақтар оқыдым. Солай жүрген кезде кітапханаға бардым. Ең алғашқы менің өзгеріске алғашқы қадамым неден басталды? Иә, бұл менің өмір өткен жолдарым ғой. Кітапханаға барып, Кәмшат Бекжігітованың «Ойыңды өзгерт, өміріңді өзгерт» деген кітабын сатып алдым ең алғаш рет. Оны сатып алып оқыдым. Одан кейін Луиза Хей дегенді білсеңіздер, соның кітаптарын сатып ала бастадым. Яғни қыздар, қараңыздар, сіз мысалы өзгерейін деп жатсыз, иә, мысалы өзгерейін. Ол менің өзгеріске деген сол кездегі алғашқы қадамдарым болды ғой. Мен сіздерге айтайын, өзгеріс деген таңертең 5:30-да тұрып алып далада жүру емес. Иә, мен сіздерге айтатыным, олай емес. Өзгерісті бірінші кезекте біз миымызды порядоктан бастайықшы. Просто миымызды қалпына келтірейік. Просто миымызды ретке келтірейікші, иә. Яғни қараңыздар, қалай өзгересің? Өзгеріске алғаш қадам жасау үшін сізге айтар кеңесім, күнде жасамаған істі жасаңыз. Қараңызшы, сіз мысалы күнде 8-де тұрасыз ұйқыдан. 8-де, күнде. Давайте бүгін 7-де тұрайық. Сіз күнде 7-де тұрсаңыз, давайте бүгін 6:30-да тұрайық. Қалай өзгересің? Сен күнде бетіңе уход жасамайсың. Сен әйелсің, бетіңе күнде уход жасау керексің. Сенің бетің әдем болса да, әдем болмаса да. Давай бүгін ерекше бір өзіңе бетке арналған крем сатып аласың, соны жағасың. Өзгеру керек, қарайсың айнаға, артық салмақ бар, семіріп кеткенсің. Давай бүгіннен бастап 50 граммнан азамыз. Яғни 50 граммнан салмақ тастайтын болсақ, біз 6-7 айда керемет нәтижеге қол жеткіземіз. Давайте сен бүгін таңертең тұрғанда жылы су ішпейсің да, просто тамақ ішіп кете бересің, немесе асығып жұмысқа кетесің, тамақ ішпей жүресің. Бүгіннен бастап таңғы ас ішуді әдетке айналдырамыз. Яғни қыздар, өзгеріс деген бұрын жасамаған істеріңді жасау, яғни өзіңнің ішіндегі жалқаулықты жеңу, және де жігерлену, өзіңде энергияның пайда болуына көмектесу, және де алға қарай ұмтылу. Түсінем, мысалы отбасыда, мысалы жолдасы қолдамайды, ондай отбасы көп, екінің бірінің жолдасы қолдай бермейді, иә, мысалы қойш, жестірш, ана бастайынса қойш деп, иә, мысалы. Сол үшін қараңыздар, өзгеріске алғашқы қадамды отырыңыз. Просто қағаз бен ручкаңыз, мен сіздерге айтайын, қағаз ручкамен алу, қағаз ручкамен жазу маған бір әдет болып кеткен. Мен қандай да бір істі бастаған кезде, бір дүниені жоспарлаған кезде міндетті түрде отырамын да қағаз ручканы алып жазамын. Үйге кететін шығын болсын, өзім арманым болсын, мақсатым болсын, ертең жасайтын істерім бәрін мен жазам. Яғни сіздерге де соны кеңес беремін. Отырыңыз да жазыңыз, бүкілін жазып шығыңыз. Жалпы сіз өзгергіңіз келе ма? Десеңіз, қалай, не істегіңіз келеді? Артық салмақ бар, артық салмақтан арылғыңыз келеді. Бақытты отбасы, сондай құрғыңыз келеді. Не істеуім керек деген сұрақ қойыңыз. Ол үшін неге дайынмын? Не істей аламын? Не істесем болады деген сияқты. Мысалы, сіз жай үйде қарапайым анасыз да, бірақ ешқашан балдарыңыз еркелетпегенсіз да. Давай бүгін балдарыңызды еркелетіңіздер. Жаным, күнім, айым, сен мықтысың, сен күштісің. Мысалы, жолдасыңыздың өзіне ешқашан жылы сөз айтпаған болсаңыз, бүгін айтып бастаңыз. Мен сені жақсы көремін, сен біздің отбасымыздың тірегісің, сенің барыңа мен бақыттымын, сен бар болғаның үшін мен осылай жүрмін деп, негізі байқасаңыздаршы, әйелдер ауызбен жүреді, еркектер құлақпен жүреді. Еркектерге үнемі жақсы сөз айтып, оларды мақтасаңыздар, негізі кез келген еркекті өзіңнің айтқаныңды жасатып алуға болады да. Тек қана біз әйелдер өзіміздің тәкаппарлығымызды сындырғымыз келмейді, еркектерге басымызды игіміз келмейді да. Сол арқылы не істейміз? Көрсетпейміз мейір-махаббатты. Негізінде мен сіздерге айтайын, негізінде өмірде былай ойлаңыздар. Қараңыздаршы, ер мен әйел тұрмыс құрады ғой. Мен осыны өте көп зерттеген. Ер мен әйел тұрмыс құрады, құрған кезде әйел, егер отбасында, әйел кісі отбасында өзінің әкесіне, шешесіне мейір-махаббат алмаған болса, әкесінің оны еркелетпеген болса, ол ертең тұрмысқа шыққанда ол жолдасынан алғысы келеді. Жолдасына еркелегісі келеді, жолдасына мейір-махаббат алғысы келеді. Бірақ оны жолдасы бермейді. Қалай береді, айтшы? Мен осыны өте зерттедім. Қалай береді еркек саған мейір-махаббат? Ойла, ол да әкесінен, егер шешесінен мейір-махаббат көрмеген болса, ол саған қалай мейір-махаббат береді? Егер де жігіт
өзінің әкесіне шешесіне мейір махаббат көрсе, саған мейір махаббат беруге болар еді. Бірақ ол да жалғыз өскен болса, оны да ешкім түсінбеген болса, балалық шағы, оның да балалық шағы қиын болып өткен болса, қалай екі адам бір-біріне қосылғанда, екі бір-біріне мейір махаббат бермеген адам қосылған кезде бір-бірін түсінбейді, соңы ажырасуға алып келеді, немесе ажыраспаса да ұрыс соғыспен өтіп кетеді. Сондықтан да көп әйелдер еркекті былай не дейді, талап ете береді. Маған мейір махаббат бер, маған романтик бол, маған жылы сөйле, маған көңіл бөл, маған қымбат тренд алып бер, сен маған көңіл білмейсің, жұрттың байы бай, менің байым бабай деп жүретіндер көп. Мен сіздерге айтамын, егер сіз дәл солай жолдасыңыздан мейір махаббатты күтіп жүре берсеңіз, ойламаңыз, өміріңіз жақсы жаққа өзгереді деп. Оның бәрі бос сөз. Ең дұрысы, жолдасыңызды өзіне жіберіңіз да, өзгерісті өзіңізден бастаңыз. Өзіңізден бастаңыз. Сіз мейір махаббат беріп бастаңыз. Сіз жылы сөз сөйлеп бастаңыз. Сіз сыйлық жасап бастаңыз. Сіз киноға билет алып шақырып бастаңыз. Уақыт өте жолдасыңыз соған үйреніп, ол да сондай алғашқы іс-әрекеттерді жасайтын болады. Алғашқы мен өзгеріске қадамды қалай бастаған кезде, былай жасадым ғой, кітап сатып алып оқыдым. Мен қалай өмірімді өзгертем деген сұрақ келді ғой маған. Мен қалаймын Инстаграмда блог жүргізгенді. Мен қалаймын сторисында мыңға жуық адам көрген. Мен қалаймын айлығым миллион теңге болған, астында көлік болған, Менің балдарым сол кезде сабақ оқитын, біз қалаға баратынбыз сабаққа. Сол кезде менің қызым автобуста барып келеді, күн деген ыстық. Автобуста білсеңіздер, балалар автобусқа отырған кезде оларды қысады, орын бермейді, түртеді әркім. Сол кезде менің қызым күнде жылап келеді. Анашым, мен сабаққа барғым келмейді. Неге? Себебі біз тұратын жерімізге, қазір мен тұрып жатқан жерге бір-ақ автобус жүреді, қала сияқты көп автобус жүрмейді. Қысады, адамдар маған орын бермейді. Тұр сен, кішкентайсың, орын беру керексің деп мен итереді дейді. Кішкентай қыз қалай адамдарға орын береді, ойлашы, қазір адамдардың да санасында жоқ. Жалпы кішкентай бала қалай орын береді, ол шаршап шығады сабақтан, ол да адам деген сияқты. Бізде ондай қалыптаспаған. Бізде адамды кішкентайсың ба, бол, сен орын беру керексің үлкенге деген сондай қалыптасып қалған. Қызым солай жылай берген кезде мен ойландым. Мен өмірімді өз қолыма алмасам, менің өмірімді біреу өз қолына алатынын. Сондықтан қыздар, мен сіздерге айтамын, жалпы ең алғашқы оқығаны мен кітап оқи бастадым. Қыздар, кітап оқып өзгеріп кетесің дегенде арнайы қағида жоқ. Бірақ сен кітап оқып, соның ішіндегі іс-әрекеттерді жасау керексің. Мысалы, мен сіздерге қазір айтып жатырмын, бірақ сіздер оны құлақпен естіп, былай шығарып жіберуге де болады, бірақ осыны тәжірибе жүзінде жасауға да болады. Сондықтан да кітап оқып бастадым, соның ішінде қандай кеңестер айтылды, барлығын қағазға жазып алдым да, барлығын өмірде іс жүзінде жасай бастадым. Сіздер де кез келген өзгеріске алғаш қадам жасаған кезде практика жүзінде, тәжірибе жүзінде жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде керемет нәтижеге қол жеткізетін боласыздар. Яғни өзгеріске қадамды алғашқы бұрын жасамаған іс-әрекеттеріңізді дәл қазірден бастап жасайсыздар. Бүгін сіздерге керемет тапсырма бергім келіп тұр. Сол тапсырмаға былай жазасыздар, қараңыздар. Блокнот ручка арнайсыз. Сол блокнот ручкаңызға өзгеріске алғашқы қадам деп жазасыздар, және соның ішіне жазыңыздар. Мен өзгеріске алғашқы қадам, нені өзгерткім келеді? И сол сізде список, тізім деп айтамыз, сол тізім сіздің қолыңызда болсын. Нені өзгерткіңіз келеді? Ақшаңызды көбейткіңіз келе ма, бизнесіңізді дамытқыңыз келе ма, өміріңізді, өзіңізді деген сияқты барлығын тізіп жазасыз, және соған сай іс-әрекеттер жасайсыз. Достар, алдағы уақытта, келесі сабақта міндетті түрде қараңыздар. Келесі сабақта ары қарай энергияны көтеру, қалай жаңағы дұрыс мақсаттар қою жайлы сабақтар болады. Бұл сабақ қысқа нұсқа болды. Және де қараңыздар, менің өмірімді жақсы жаққа өзгерткен тағы бір техника, ол шүкіршілік жазу. Мен, білсеңіздер, бақытты әйел күнделігін жарыққа шығардым. Ол неге? Себебі шүкіршілік адамның жүрегіне тыныштық пен имандылық ойнатынын мен 100% сенімді болдым. Мен күнделікті жарыққа шығармас бұрын, мен жай қағазға күнде шүкіршілік жаза бастадым. Неге? Себебі шүкіршілік жаза бастадым. Себебі қараңыздар, Алла тағала маған перзент берді. Көп адам мына перзентке зар болып жүр. Аллаға шүкір, кішкентай болса да басында баспана бар. Неге? Себебі квартирада пәтер жалдап жүрген адамдар қаншама. Аллаға шүкір, денім сау, қаншама аяғы қолы жоқ адамдар бар, солардың бәрін көру арқылы,
күнделікті өзіңнің өміріңе, жарайды сенде коттедж болмасын, астыңда көлік болмасын, өзің сүйген ісің болмасын, миллион теңге табысың болмаса да, жай ғана отыр да шүкіршілік жазуды баста. Жай ғана отырып шүкіршілік жаз. Шүкіршілік жазу ол адамға деген өте бір сенің жүрегіңде прям бір тыныштық орнайды. Мен өзім осы шүкіршілік жазу арқылы өзімнің ойымды, өмірімді, көзқарастарымды өте жақсы жаққа өзгерттім. Бүгіннен бастап өзгеріске алғашқы қадам бастау үшін жаңа тапсырма бердім сіздерге. Шүкіршілік жазасыздар және де міндетті түрде қолыңызға қағаз бен ручканы алып, өзгеріске алғашқы қадам бастаймын және нені өзгерткім келеді деген сұрақты өздеріңізге қойыңыздар да, соны міндетті түрде жазыңыздар, достар. Осымен сабақты қысқа нұсқа аяқтайын деп тұрмын. Уақыт шектеулі болып тұр. Келесі сабақтарды қараңыздар. Ол жерде осы сабақтың жалғасын салатын боламын.